Мынау азық-түлік келісім шарт корпорациясы арқылы біз 7000 тонна бидай сатып алуымыз керек еді. Бірақ олардың ұсынып отқан бидайы 4-ші класс, 18% клейковина. Бұдан біздің облыстағы операторлар солса бидай сатып алудан бас тартып отыр. Білмеймін, ол біз кезінде азық-түлік корпорациясында 1,5 миллион тонна жақсы бидай болатын. Бұл қаяқтан шығып жатқан 4-ші класс, мен түсінбеймін. Они какие-то другие цели, мне кажется, преследуют. Надо нам договориться с ними, вместе с министерством отработать, чтобы 4-ші класс бидаймен қалай біз нан жабамыз. Бұл ешқандай логикаға сыймайды. Одан кейін оның бағасы бізге 88 теңгеден сатып жатыр, темір жолмен 98 теңге болады. Бұның да бағасы көтеріліп кетіп жатыр. Сондықтан продкорпорация мен жаңағы министрлікке тапсырма беруіңізді сұраймыз. Бізбен отырып, бұны жаңағы сапасын, сосын бағасын жақсылап қарап бір шешім табуға, Асқар Ұзақбайұлы. Сосын бізде мынау капуста жөнінде өткенде айтқанбыз, 300 мың тонна капуста қазір өсірілді, өндірілді. Бірақ қазір мынау Ресейде сұраныс резко түсіп кетті. Біз барлық облыстармен меморандумдарға қол қойдық, оларды алмай жатыр. Сондықтан у нас проблема есть по сбыту этих 300 тысяч тонн капусты. Сейчас 1 килограмм 10-15 теңгеге дейін төмендеп кетті. Фермерлер үлкен шу көтеріп жатыр. Сондықтан министрліктермен бірге жаңағы қандай мүмкіншіліктер бар? Может, Ресейдегі логистика компаниялармен бірге отырып, облыстармен бірге отырып, осы 250 мың тонна қазір капуста бізде дайын тұр. Соны как-то нам надо разместить вместе, мне кажется. А то это будет большая проблема, Асқар Ұзақбайевич. Қазір уже шолып жатыр. Осы екі мәселені айтайын деймін сізге. Сапархан Кесікбайұлы, көмек көрсету керек облысқа. Бірге жұмыс істейміз. Асқар Ұзақбайевич, оның бойынша түсініктеме беріп кетсем, ол енді Өмірзақ Исаевичқа дұрыс түсіндірмеген шығар. Бізде продкорпорацияда 3-ші класста бар, 4-ші класста бар. Оның да бар. 3-ші класстың бағасы 88-ден беріп жатырмыз. Қазір нарықтағы баға 95-ке жетіп қалды. Сондықтан енді ол сіздерге 4-ші класс берді деген ақпаратыңыз дұрыс емес. Қалағаныңызды алыңыз. 3-ші класста бар, 4-ші класста бар, онда бар. Жақсы. Ал картоп бойынша, капуста бойынша, Асқар Ұзақбайевич, біз қазір ана Россиядағы елшілікпен және торгпредствомен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Оларды қазір іздеп жатыр енді. Бірақ Россияда алу мәселесі тоқтап қалды. Оларда да жаңа барлығы жабылып қалған ғой бүгінгі күні. Жұмыс жүргізіп жатырмыз, Асқар Ұзақбайевич. Жақсы.